Өлімнен кейін қайта тірілу. Исламның иман негізі әуелі Аллахқа сенумен болады. Құранда Аллахқа ақырет күніне сенуге шақыратын аяттар көп. Ақырет күніне сенімнің мәні өлімнен кейін қайта тірілудің хақ екендігіне сенумен байланысты. Ал сол қайта тірілу ахлі сүннет сенімі бойынша әрі тәнмен, әрі жанмен болады. Ақыретте қайта тірілудің хақ екендігі Құранда анық түрде баян етілсе де, осы мәселені жоққа шығарушылар да баршылық. Олардың пайымы бойынша адам өлгеннен соң іріп-шіріп жоқ болады да, өмір сонымен бітіп, о дүние тіптен болмайды. Бұл әрине тек ақырет мәселесіне емес, жалпы жаратушының барлығы мен бірлігіне сенімсіздіктен шығатын күпірлік пікірлер. Себебі сәл ойланып көрген кез келген парасатты сана ақырет күніне сенімсіздікпен қарай алмайды. Ғаламзаттағы сәт сайын мың өліп қайта жанданып жатқан тіршілік тәрізді. Бізді де жаратушы жаппар иеміз қалай өлсек солай тірілтіп алады. Аятта осы мәселеге қатысты жаратқанның нақты байламы келтіріледі. Негізінен ондай аяттарымызға қарсы шыққандарды жедел тозаққа саламыз да, олардың тірілері жанған сайын азапты татулары үшін оны басқа тірілерге ауыстырамыз. Шәксіз, Аллах тым үстем, хикмет иесі. Ниса сүресі. Иә, аяттан шығатын пайым біреу, яғни азаптаудың астарында жатқан және бір басты ұғым о дүниеде адамның әрі тәнімен, әрі жанымен тірілетіндігі. Хазіреті пайғамбарымыз Меккеде дінсіздерге исламды ақыретті алғаш түсіндіргенде, мүшриктер өлімнен кейін қайта тірілу сенімін мүлде жоққа шығарып, пайғамбарымызда келеке еткені белгілі. Ал қасиетті Құран кәрімнің осы ақырет мәселесіне қатысты тұстарына назар аударсақ, оның айрықша маңыздылығы көзге ұрып тұр. Қайта тірілудің хақтығы сан түрлі мысалдар мен теңеу тәсілдері арқылы кеңінен баяндалған. Енді осы тұжырымдамамызды аталмыш тәсілдер арқылы жүйелей отырып бір қатар аяттардан мысал келтіре кетейік. Құранда қайта тірілуді алғашқы жаратылысқа теңейді. Яғни, мұның мәні бастапқыда қалай жаратылсаң, екінші мәртеде солай жаратыласың. Әрине, бұл жерде жаратылатын нәрсенің пішіндік жағынан ұқсастық сөз болып отырған жоқ. Дәлірегі, жаратушы бізді бастапқыда қалай жаратса, қайта тірілу де сондай процесс арқылы жүзеге аспақ. Бірде мүшриктердің көсемі Убай ибн Халаф пайғамбарымызға шіріген адамның сүйегін әкеліп, мына шіріген сүйекті кім тірілтеді деп жұртшылықтың алдында қайта тірілудің болмайтындығын айтады. Дәл осы оқиғаның артынша мына аят түседі. Олар өз жаратылысын ұмытып бізге мысал берді. Міне, шіріген сүйектерді кім тірілтеді? Деді. Мұхаммед, оларға айт, оны сондай алғаш жаратқан тірілтеді. Ол барлық жаратылысты біледі. Ясин сүресі. Қиын да күрделі нәрселер мен құбылыстарды жаратқан Аллах одан оңайын әлбетте жасайды. Асылында Аллах тағала әлемдердің, аспан мен жердің жаратылысына қарағанда адамды жаратудың пәлендей қиыншылығы жоқ екендігі қисынды. Аятта да мұны бізге анық білдіреді. Әлбетте, көктер мен жерді жарату адамдарды жаратудан зор. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Ғафыр сүресі. 7 қабат аспанды тіреусіз, жерді төсек секілді тегіс етіп жаратқан Аллах өлгеннен кейін адамды жеп-жеңіл қайта тірілтеді. Құранда аспан мен жердің жаратылысының 6 күнде жүзеге асқандығы тұрғысында мәлімет болғанымен, адамның жаратылысы тұрғысында ешқандай уақыт өлшемі келтірілмейді. Демек, адамның жаратылысы Аллах тағаланың күн, фиякун, бола салу, шексіз құдіретімен байланысты. Міне, адамды дәл солай оңал жаратқан Аллах ақыретте де оны тап солай жеңіл жолмен тірілтеді. Сондай көктер мен жерді жаратқан Аллах, олар сияқтыны жаратуға күші жетпей ме? Әлбетте, күші жетеді. Ол әр нәрсені жаратушы, толық білуші. Ясин сүресі. Олар көрмей ме? Шәксіз, ол сондай Аллах көктер мен жерді жаратты. Сондай-ақ, оларды жаратқанында болдырмаған Аллахтың өліктерді тірілтуге шамасы келеді. Әрине, оның әр нәрсеге күші толық жетуші. Ахқаф сүресі. Адамды өлгеннен кейін қайта тірілду
оны әуел баста жоқтан бар етумен салыстырғанда әлде қайда күрделі іс емес. Мәселенің осы тұсында аяттарға тайға таңба басқандай анық әрі ұғынықты түрде қамтылған. Ол сондай жоқтан бар етіп, сосын қайта жаратады. Бұл оған оңай, әрі көктер мен жердегі жоғары сипат оған тән. Ол өте үстем хикмет иесі. Рум сүресі. Алғашқы жарату бізді шаршатты ма? Жоқ, олар жаңа жаратылыстан күмәндануда. Қаф сүресі. Құранда адамның қайта тірілуін жансыз, өлі топыраққа теңейді. Қаңырсыған үмітсіз қара жерге дымқыл түсіп, өзегіне су жеткенде көк майса болып көктеп жадырап шыға келетіні секілді шіріген сүйекке де дәл солай жан берілмек. Қораған жерлерді көресің, оған жаңбыр жаудырсақ құлпырып көксейді де әртүрлі көркем өсімдік шығарады. Осы дәлелдер бойынша шын мәнінде Аллахқа хақ, күдіксіз ол өлікті тірілтеді. Өйткені барлық нәрсеге күші жетеді. Әлбетте, қиямет келеді. Онда күдік жоқ. Шәксіз, Аллах қабірлерді тірілтеді. Хаш сүресі. Аллах тағаланың құдіретімен бізге қалыпты көрінетін заңдылықтарға кереғар жайттар да болып жатады. Мысалы, біз солы ағаштан от шықпайтынын білеміз. От шығу бұлай тұрсын, дымқыл ағаш отындыққа да жарамсыз емес пе? Ал Аллах тағаланың құдіреті мен шеберлігінің арқасында солы жап-жасыл ағаштан да от шығады. Тіпті солы ағашты адамдар сіріңке ретінде пайдаланып келеді. Ертеректегі Африка тұрғындары сіріңке шықпастан бұрын сіріңке ретінде арнайы қолданып жүрген кәдімгі өсіп тұрған ағашты кесіп, ішінде шыбық сиятында етіп тесіп, екі алақанымен шыбықты ұстап, әлгі ағашты қатты үйкелеп от шығаратын болған. Міне, Құрамда осындай жайттарды да алға тарта отырып, оларды қайта тірілудің хикметімен байланыстырады. Ол сондай: Аллах сендерге жасыл ағаштан от жаратты, сол уақытта сендер оны жағасыңдар. Марық, ғафыр деп аталатын екі жасыл ағаш. Сондай көктер мен жерді жаратқан Аллах олар сияқтыны жаратуға күші жетпей ме? Әлбетте күші жетеді. Ол әр нәрсені жаратушы, толық білуші. Ясин сүресі. Бүгінде әлемдік медицина адам денесіндегі 8 көз атты сүйектің мүлдем шірімейтіндігін дәлелдеп отыр. Ал бұл мәлімет мұсылмандар үшін аса жаңалық болып табылмайды. Себебі Хазіреті пайғамбарымыз адам физиологиясындағы аталмыш ерекшелікті бұдан 14 ғасыр бұрын айтып кеткен еді. Яғни біз 8 көз арқылы Аллах тағала ақыретте адамды әп-сәтте қайта тірілтеді деп білеміз. Адам қайта тірілгенде бәз баяғы қалпына тірілмек. Құранда бұл жөнінде адам баласы біз сүйектерді жинай алмайды деп ойлай ма? Әрине, оны саусақтарының ұшына дейін қайта жасай аламыз. Қиямет сүресі. Деп, тіпті саусақтағы іздерге дейін өзгеріссіз қайта тірілтетіні айтылады. Өлім мен қайта тірілудің күз бен көктем айына ұқсатуға болады. Күзде жер бетіндегі күллі өсімдік атаулы қурап, шіріп, ағаштар сояу-сояу болып жазғы көркінен айырылады. Мұны көріп, сіз бәлкім мыналардың бәрінің шаруасы біткен екен. Ай, бұлар енді қайта көгермес дерсіз. Шындығында солай ма? Әсте олай емес. Әрине, олардың өзі қурағанымен өзегі тамыры тірі. Әлгі сіз өлі деп топшылаған өсімдік әлемі қалай көктем келісімен солай жанданып, жасыл желекке бөленіп шыға келеді. Бұл өсімдіктер қайдан шықты? Күздегі өсімдіктер өліп қалмап па еді? Иә, бұл ұлы механизм жаратушының шексіз хикметімен көмкерілген. Демек, қабірдегі шаруасы біткен жандай көрінетін өлі дене көктемде қайта жанданған ағаштай қайта тірілері хақ. Сөйтіп, Исрафил екінші рет сорға үрлегенде пенде қабірде қайта тірілмек. Адамның тәні шіргенімен жаны тірі. Ол жан тіршілігі бәрзақ көмескі әлемінде болады. Ақыретте Аллахтың әмірімен жан мен тән қайта қауышады. Ақыретте болатын жағдайлар. Күллі адамзат қайта тіріліп, Аллахқа есеп беру үшін махшар алаңына жиналады. Махшар алаңына жиналған адамдар
рет-ретмен төмегіндегідей кезеңдерден өтіп, соңында жәннатқа лайықтыларына жәннат бақыты, тозаққа лайықтыларына тозақ азабы бұйырады. Махшар алаңына жиналу сәті. Аллах тағала адамдардан есеп алу хикметімен ақыретте қайта тірілдіп, махшар алаңына жинайды дедік. Осы кезде адам жанымен де, тәнімен де қайта тіріледі. Адамдардың махшар алаңына жиналу сәті аятта былай кетіріледі. Олар қабірлерінен көздерін сүмірейтіп, шашыраған шегіртке ұқсап келеді. Шақырушы жаққа жүгірген кәпірлер. Бұл ауыр күн дейді. Қамар сүресі. Сол күні тақуаларды Рахманның құзырына қонақ түрінде жинаймыз. Мәриям сүресі. Оларды жинайтын күні дүниеде күндіз бір-ақ сағат тұрғандай болып, олар бір-бірін таниды. Юнус сүресі. Сол күні кісі туысынан қашады, шешесінен, әкесінен, әйелінен және балаларынан. Ол күні әркімнің ісі ауыр. Ол күні кейбір жүздер шарқарайды. Күлген қуанышты. Ол күні кейбір жүздің үстін шаң басқан болады. Оны қара түнек қаптаған болады. Міне, солар қарсы келгендер. Абаса сүресі. Хадистерде махшарға жиналатын сәтте адамдар анадан туғандай болып жалаңаш болатындығы, кім қалай өлсе солай тірілетіндігі айтылады. Хазіреті Айшадан жеткен риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: адамдар қиямет күні жалаң аяқ, жалаңаш және сүндеттеусіз болып жиналады. Хазіреті Айша: я Расулаллах, ол кезде әйелдер еркектерге, еркектер әйелдерге қарап қоймай ма? деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ей Айша, ол кездегі жағдайға ешкімнің ешкімге қарауға шамасы жетпей болмайды. Тіпті қарау ойына да келмейді. Өйткені ол кездегі жағдай өте қорқынышты дейді. Бухари Риқақ. Және бір хадисінде Хазіреті пайғамбарымыз бұл мәселе жайында бізге ұлы сабақ боларлықтай мына мәселені айтады. Адамдар қиямет күні 3 топ болып жиналады: жаяу, атты және бетімен жүретіндер тобы. Сонда сахабалар: я Расулаллах, адамдар бетімен қалай жүреді? деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: оларды аяғымен жүргізген Аллах бетімен жүргізуге күші жетеді деп жауап береді. Амал дәптерлерінің таратылуы. Махшар алаңда жиналған адамдарға осы дүниеде жасаған амалдарын тіркеген, жазған амал дәптерлері таратылады. Адамдар осы дәптер арқылы Аллахқа есеп береді. Амал дәптердің қандай болатындығы бізге беймәлім, яғни ол біз білетін дәптер ұғымына бермейді. Пенденің жақсыны жаманды барлық амал әрекеттері екі иығындағы ардақты екі періште оның амал дәптеріне жазады. Құранда бұны былай деп келтіреді: әр адамның қылығын мойнына саламыз, сондай-ақ қиямет күні оның кітабын шығарамыз. Оған ашылған түрде кездеседі. Кітабыңды оқы, есеп көру тұрғысынан өз-өзіңе жетесің делінеді. Исра сүресі. Амал дәптері алдарына қойылады. Сонда күнәһарлардың одан қорыққанын көресің. Олар: ойпырмай, бізге нендей өкініш, мына кітапта кішкенені де үлкенді де тастамай-ақ түгендепті дейді. Сондай-ақ олар істегендерін дайын түрде табады. Раббың ешкімге әділсіздік етпейді. Кахф сүресі. Амал дәптері жәннаттықтарға оң жағынан, тозақтықтарға сол жағынан беріледі. Амал дәптері оңнан берілгендерге Құранда асхабе ямин, сол жағынан берілгендерге асхабе шимал делінеді. Құранда бұл жөнінде төмендегідей жайттар баян етіледі. Әй адамзат, негізінде сен Раббыңа қарай өте тырыссаң, сонда оған жолғасың. Ал енді кімнің дәптері оңнан берілсе, сонда ол дереу жеңіл есеппен есептеледі. Ол үй ішіне қуанып қайтады. Ал кімнің дәптері арт жағынан берілсе, дереу өлім шақырады. Қайнаған тозаққа түседі. Өйткені ол өз үйінде мәз мейрам еді. Негізінен ол Аллахқа қайтпаймын деп ойлайды. Олай емес. Расында Раббы оны бақылауда еді. Иншиқақ сүресі. Пенденің Аллахқа есеп беретін күні. 18 мың ғаламның жаратушысы ұлы Аллах шексіз әділет иесі. Сол себепті Аллах тағала мұсылман мен кәпірді, жақсы мен жаманды тең тұтпайды.
әркімнің жасаған іс әрекетіне қарай сый яки жазасын береді. Шынайы әділдік тек ақыретте Аллахтың құзырында ғана болады. Сондықтан пенде махшар алаңда жасаған амалына есеп береді. Аллах тағала мұсылман мен кәпірдің, жақсы мен жаманның тең емес екендігін аятта былай деп келтіреді: көк пен жерді, әрі екі арасындағыларды босқа жаратпадық. Ол қарсы келгендердің ойы. Сондықтан оттан азап болатын қарсы келетіндерге қандай өкініш. Немесе иман келтіріп, ізгі істегендерді жер бетіндегі бұзақылардай қыламыз ба? Сад сүресі. Соқыр мен көруші тең емес. Сондай-ақ иман келтіріп, ізгі істегендер мен жамандық істеушілер де тең емес. Аз ғана түсінерсіңдер. Расында қиямет сағаты келеді, онда шәк жоқ. Бірақ адамдардың көбі сенбейді. Ғафир сүресі. Махшар алаңында әрбір адамның амал дәптері өздеріне таратылған соң, Аллах тағала пенделерінен жеке-жеке есеп алады. Хазіреті пайғамбарымыз бір хадисінде әрбір адамнан мына 5 сұрақ міндетті түрде сұралатындығын айтады. Бірінші, өмірін қайда өткізгендігі. Екінші, жастық шағын қалай өткізетіндігі. Үшінші, мал дүниесін қандай жолмен тапқандығы. Төртінші, мал дүниесін қалай жұмсағандығы. Бесінші, берілгендермен амал етіп етпегендігі. Термизи қиямет. Пенде Аллахтың құзырында есеп беру кезінде жасаған қылмысын мойындамай жалтарғанда амал дәптері ұсынылады да бүкіл ісі әшкере етіледі. Пенде сонда да мойындаудан жалтақтаған сәтте оның 12 мүшесіне тіл бітіп Аллахтың құзырында жасаған қылмыстарын тізбектей айта жөнеледі. Аятта осындай сәттің хақтығын былай түсіндіреді: сол күні Аллахтың дұшпандары тозаққа айдалуға жиналып, сонда олар алды артын тосады. Ақыр оларға барған кезде оларға құлақтары, көздері және терілері де олардың не істегендеріне айғақ болады. Олар терілеріне: не үшін бізге куә болдыңдар? дейді. Терілер: бізді не нәрсені де сөйлеткен Аллах сөйлетті. Сендерді алғаш рет жаратқан және сол жаққа қайтарыласыңдар деп жауап береді. Сендер өздеріңе құлақтарың, көздерің және терілерің айғақ болады деп жасырынбаушы едіңдер. Тіпті Аллах істегендерінің көбін білмейді деп ойлаушы едіңдер. Міне, осы Раббыларың туралы ойлаған ойларың өздеріңді жойды да, сонда зиянға ұшыраушылардан болдыңдар. Фуссилат сүресі. Қиямет күні оларға тілдері, қол аяқтары не істегендеріне айғақ болады. Сол күні Аллах оларға лайықты жазасын береді. Сондай-ақ рас Аллахтың ашық шындық екенін олар біледі. Нұр сүресі. Адам мүшелерінің айғақ болулары аздай, қара жерде өзін таптап жаншып үстінде неше түрлі пәлені жасаған пенденің әрекеттері үшін қияметтегі ұлы есеп күнінде куәлік етеді. Әбу Хурайрадан жеткен риуаят бойынша Хазіреті пайғамбарымыз ол күні жер хабарын айтады мағынасындағы Зілзал сүресінің 4 аятын оқып, жердің қалай хабар беретіндігін білесіңдер ме? деп сахабаларынан сұрайды. Сахабалар: Аллах пен оның елшісі ең дұрысын біледі деп жауап қатады. Сонда Расулаллах: жердің хабар беруі деген сөз еркек пен әйел, яғни әрбір пенденің жер бетінде жасаған амалы жайында пәленше мына күні сағат мына жерде мынаны істеді деп хабар береді дейді. Термизи қиямет. Ақыретте Аллахтың кеңшілігі мен жәннатқа кіретіндер балиғатқа толмаған сәбилер мен балиғатқа жетпес ақыл есінен ауысып өлген пенделер есеп бермейді. Есеп беру кезінде әділетсіздік атаулыға жол жоқ. Кімнің біреуде ақысы болса, Аллах оңғының ақысын әпереді. Ол кезде ақысын өткен кісі өзіне жәбір көрсеткен кісіні кешірмей, керісінше оның ақысына сай сауабын сұрайды. Ал егер оның сауабы жоқ болса, өзінің күнәсін соның мойнына артуды талап етеді. Бір хадисте бұл жайт былайша баяндалады. Хазіреті пайғамбарымыз: мүфлистің кім екендігін білесіңдер ме? деп сұрады. Сахабалар: мүфлис ақшасы мен малынан түгел айырылған кісі деп жауап береді. Сонда Хазіреті пайғамбарымыз сөзін былай деп жалғастырады: үмметімнің ақыретте
тақырға отырушы кісілер, қиямет күні оған тіл тигізген, жала жапқан, оның малын жеген, оның қанын төккен күйде намаз, ораза және зекетімен келетін кісі. Оның сауабы анаған беріледі, жақсылықтары мынаған беріледі. Мойнындағы қарызы толық бітпестен жақсылығы бітіп қалса, олардың күнәлары алынып, оның мойнына артылады. Содан соң ол адам тозаққа тасталады. Муслим Тирмизи риуаяты. Пенденің амалы тартылатын таразы. Адам жақсылы жаманды амалдарымен Аллах тағаланың құзырына балады. Міне, сол жерде пенденің амалы өлшенетін таразы болады. Әр адамның амалы осы таразыда, мизанда өлшеніп, сауабы ауыр тартқандар жәннатқа кіреді де, күнәсі ауыр тартқандар тозаққа таратылады. Егер тозаққа тасталушы иман еткен кісі болса, күнәсінің мөлшеріне қарай тозақта жазасын өтейді де, сонан соң тозақтан шығарылып жәннатқа кіреді. Әрине, бұл таразы иләхи әділет өлшемі болғандықтан біздің ұғымымыздағы таразыда емес, оның шынайы болмыс бітімі бір Аллахқа аян. Қиямет қайымдағы әділет таразысы жайында аяттарды төмендегідей мәліметтер келтіреді. Қиямет күні туралық таразасын қоямыз, сонда ешкім әділетсіздікке ұшырамайды. Егер бір дән түйірінің салмағындай болса, оны әкелеміз, есеп көруде жеткіліктіміз. Әнбия сүресі. Ал сол күні кімнің таразысы ауыр тартса, міне солар құтылушылар. Ал кімнің таразысы жеңіл тартса, міне олар өздерін зиянға ұшыратқандар. Олар тозақта мәңгі қалады. Муминун сүресі. Пенденің қай амалы таразда ауыр тартатындығы белгісіз. Мәселен, үлкен бір қайырлы амалын теттей сауапқа баланып, керісінше өзінің бұл теттей ғана амалым ғой деп жүрген әрекетіңіздің сауабы ұшан теңіз болуы мүмкін. Кейде Аллахты бір сәт зікір етудің өзі ұлы құлшылық екенін біле бермейміз. Асылында Аллахты зікір ету тілге жеңіл болғанымен таразда сауабы өте ауыр болады. Хазіреті пайғамбарымыз былай дейді: тілге жеңіл, таразға ауыр Рахманның жақсы көретін екі сөзі бар. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Бухари, Муслим риуаяты. Әділет таразысында құлдың жасаған бүкіл амалдары өлшенеді. Кейбіреулер Аллах біреу, ал жер шарында миллиондаған адам бар. Олардың бәрі ақыретте Алла құзырында жеке-жеке есеп беретін болса, қанша уақыт кезекте тұрады екен деп ойлауы мүмкін. Мейлі адам миллиард болсын, мейлі триллион болсын, Аллах адамдардан дүниеде істеген ісі жайында есеп алуда өте жылдам. Сарихул хисаб. Бір адамның есеп алуы кезінде екінші бір адамның есеп алуына құдіреті жетеді. Сол секілді күллі адамзаттан бір мезетте жеке-жеке есеп алалады. Кәусар хауызы. Қиямет күні Аллах пайғамбарларына бірер хауыз береді. Әр пайғамбардың жәннатқа баратын үмметі сол хауыздан су ішеді. Ол хауыздан бір жұтым су ішкен пенде еш уақытта шөлдемейді. Хазіреті пайғамбарымыздың да Кәусар атты хауызы бар екендігі Кәусар сүресінде баян етеді. Кәусар хауызынан бір жұтым су ішу әрбір мұсылманға бұйыра бермейді. Хауыздан бір жұтым су ішу бақытына ие болу үшін шынайы мұсылмандардың сипатында болып, Аллахтың әмірі мен пайғамбар сүннетін кәміл орындау қажет. Хазіреті пайғамбарымыз хауызы жайында былай деді: Кәусар хауызына сіздермен бірінші болып мен барамын. Маған келген кісі одан ішеді. Одан ішкен ешқашан шөлдемейді. Кейбір қауым маған келгенде мен оларды танимын, олар да мені таниды. Содан кейін мен олар арасындағы зәбәни тозақ періштелері кіріп кедергі болады. Олар менің үмметім дегенімде маған: олар сенен кейін не нәрселер жасағанын білмейсің ғой дейді. Бұдан кейін менен кейін дінін ауыстырғандар хауыздан алыс тұрсын деймін. Бухари Риқақ. Екінші бір хадисте былай деді: хауызымның бір жағы бір айлық жол, суы сүттен ақ, балдан тәтті, шыналары көктегі жұлдыздардан да көп. Одан бір рет су ішкен жан ешқашан шөлдемейді. Тирмизи қиямет. Сырат көпірі, қыл көпір. Сырат тозақтың үстінен өтетін жол, яғни кәпір әрбір пендеде осы көпірден өтеді. Сырат көпірінен өтудің жеңілдігі не болмаса қиындығы
пенденің осы дүниеде жасаған амалына, тақуалығына, ықыласына қарай өзгеріп отырады. Сендерден тозаққа келмейтін, сыраттан өтпейтін ешкім болмайды. Бұл Раббыңа тұжырымды, міндетті бір үкім. Соңыра тақуа болғандарды құтқарамыз да, залымдарды тозаққа жүгіндіріп қоямыз. Мариям сүресі. Аятта тікелей сырат сынағының кімдерге қатқыл, кімдерге жұмсақ екендігі айтылып тұр. Сыраттан әр пайғамбар өз үмметінен өтетіндіктен, әр пайғамбар өз үмметі үшін Аллахқа жалбарынып, дұға етіп, жарылқау сұрайды. Яғни Аллахым, өзің амандық бере көр деп дұға етеді. Сырат көпірінің қандай екендігі жайында хадисте дәлме-дәл нақты ешқандай мәлімет жоқ. Сондықтан оның болмыс бітімінің қандай екендігі бір Аллахқа аян. Пайғамбарымыз бұл мәселе жайында тозақтың үстіне сырат құрылады. Одан бірінші өтетін мен және үмметім болады. Сол күні пайғамбардан басқа ешкім сөйлемейді. Пайғамбарлардың дұғасы да Аллахым амандық бере көр болады. Бухари, Азан. Шапағат. Ақырет күні Аллах тағаланың рұқсатымен пайғамбарлар сауабына қарағанда күнәсі басым болатын күнәһарлар мүміндерге шапағатшы болады. Аллахтан олар үшін медет тілеп, тозақ отынан сақтап қалу үшін жалбарынады. Сондай-ақ пайғамбарлардың шапағатына ие болған кейбір мүміндердің дәрежелері де көтеріледі. Пайғамбарлармен қатар ең сүйікті құлдар да Аллахтың рұқсатымен шапағат ету құзыретіне ие болады. Бірақ Аллахтың рұқсатынсыз ешкім де шапағатшы бола алмайды. Бұл тақырыпқа қатысты көптеген аяттар бар. Оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ. Юнус сүресі. Оның құзырында өзінің рұқсатынсыз кім шапағат етеді? Бақара сүресі. Шапағатқа Аллахтың разы болған пенделері ғана қол жеткізеді. Олар Аллахтың разы болған кісісіне ғана шапағат ете алады. Әнбия сүресі. Ал кәпірлер мен мұнафиқтерге шапағат етілмейтіні жайлы аятта, сонда оларға шапағатшылардың шапағаты пайда бермейді делінеді. Ал Хазіреті пайғамбарымыздың Аллахтың рұқсатымен шапағат ететіндігін әхлі сүннет жолын ұстанушылар қабыл етеді және пайғамбарымыздың шапағаты үлкен күнә істеген мұсылмандарға болатындығына бек сенеді. Әхлі сүннет сенімі бойынша пайғамбарлар, әулиелер, шейіттер мен ғалымдар үлкен күнә істеген кісілерге шапағат ете алады. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметіне шапағат ететіндігі жайында былай дейді: шапағатым үмметімнен үлкен күнә істегендер үшін. Әр пайғамбардың өзіне тән жасағанда қабыл болатын бір дұғасы бар және онымен дұға еткен. Ал мен болсам дұғамды ақыретте үмметіме шапағат ету үшін қалдырамын. Сонымен қатар ғалымдарымыз Исра сүресінің түннен оянып Құранмен өзіңе тән нәпіл оқы, Раббыңның сені мақтаулы орынға жеткізуінен үміт етіледі мағынасындағы 79 аяты пайғамбарларға шапағат құқы берілетіндігіне тікелей дәлел болатындығын алға тартады. Пайғамбарымыздың шапағаты жайындағы және бір хадисте былайша баян етіледі: қиямет күні күн өте жақындатылып, адамдар ыстықтап терлейді. Адамнан аққан терден амалына сай тобығына, кіндігіне, құлағына дейін шомады. Міне, осындай жан қинаушы ыстық кезінде Хазіреті адамнан шапағат сұрайды. Ол: мен шапағат ете алмаймын дейді. Содан Мұсаға барып көмек сұрайды. Ол да солай жауап қайырған соң Хазіреті Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам шапағат сұрайды. Ол шапағат етеді. Содан кейін халық араларындағы үкімді орындау үшін жылжып жәннаттың есіктеріне дейін барады. Сол күні Аллах тағала елшісіне мақталған мақамды береді. Махшар халқының бәрі Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам мақтау айтады. Бухари зикат. Қиямет күні болғанда мен пайғамбарлардың имамы, сөз басшысы және шапағатшыларының иесі боламын. Бірақ бұнда мақтанатын еш нәрсе жоқ. Тирмизи. Мұсылман кісінің Хазіреті пайғамбарымыздың шапағатына сеніп атқаратын әрбір міндеттерін немқұрайлы не селқос қармағаны абзал. Себебі жоғарыда айтып өткеніміздей шапағат Аллахтың разылығына бөлінген құлдарына ғана беріледі. Жаһаннам дінсіздер мен имансыздардың мекені. Сырат көпірінен өте алмаған пенделердің тозақ отына лақтырылатындығы белгілі. Мәселе
Солай болғандықтан жаһаннам кәпірлер мен мүшриктердің және мұнафықтардың мәңгілік азап шегетін мекені. Ал күнәһар мұсылмандар істеген күнәларының деңгейіне қарай жаһаннамда соның жазасын тартып жүрегіндегі әдепті иманның арқасында соңында жәннатқа барады. Құранда жаһаннамның түрлі есімдері мен дәрежелері келтіріледі. Мысалы, нар, от, хауия, түскендердің көпшілігі қайтпайтын жер, сайыр, лаулаған от пен жалын, лазза, түтінсіз от, сакар, от, хутама, қып-қызыл қарған от деген тәрізді атаулар кездеседі. Бұлардың әр бірі тозақтың түрлерін білдіреді. Жаһаннамның қандай екендігі, имансыздардың онда қалай жанатындығы Құранда жан-жақты кеңінен баяндалған. Тозақтың отыны адамдар мен тастардан құралған. Жаһаннам азабын тартып жатқандардың ішетіндері ыстық қайнаған су мен қан аралас ірің. Тозақ олар үшін бейне бір зындандай болып, олардың дене бітімдері жанып біткен сайын ет пен тері қайта кигізіліп, мәңгіліп азап шегеді. Осылайша Аллахтың әмірі мен тыйымдарына қарсы келгендердің жазасы адам айтқысыз ауыр болады. Егер жаһаннам азабы болмаса, өмірдегі жақсы мен жаманның, халал мен харамның, ақ пен қараның, күнә мен сауаптың пәлендей маңыздылығы да болмай, адамзаттың жаратылысының да ешбір мәнісі қалмас еді. Әркім өз білгенін істеп, күшті әлсізді езіп, бейбіт қоғам құру мен өмір сүру еркіндігі мүлдем шектеліп, адамдық қасиеттен жұрдай болып, қадір қасиеттен айырылар едік. Сондықтан Аллах адамның мәртебесін өлшеу үшін тозақ пен пешті жаратты. Бұл қай тұрғыдан алсақ та әділеттің ақ туындай жаратушының бізге берген баға жетпес сыйы екендігін ұмытпауымыз қажет. Жәннат мүміндердің мәңгілік бақыт мекені. Қияметте ақырет күннің есебінен абыроймен өткендер сырат көпірінен де жеңіл өтіп, өздеріне уәде етілген мекендері жәннатқа кіреді. Жәннат сөзі бау-бақша, жанға жайлы саяжай деген ұғымды білдіреді. Ол мүміндердің мәңгілік мекені болғандықтан, онда Аллахтың мүмін құлдарына сыйлаған шексіз нығметтері бар. Жәннатта астынан өзендері ағып жататын зәулім сарайлар, түрлі жеміс жидектер, сан алуан тағам түрлері, яғни адам қажеттілігін қанағаттандыратын ғажайыптардың барлығы бар. Жәннаттың басты ерекшелігі онда өлім жоқ, тек мәңгілік жалғасатын ләззатты өмір, бақыт һәм қуаныш бар. Мұншалықты нығметті Аллах өзіне иман етіп, әмірі мен тыйымдарын бұлжытпай орындаған пенделеріне ғана нәсіп етеді. Жәннаттағы жаратушының ұлы сыйы жанында көптеген аяттарда баян етіледі. Құранда жәннаттың түрлерін мына есімдер арқылы танып білеміз. Жәннатул мәуә, шахидтер мен мүміндердің мекені. Дарул хулуд, мәңгілік үйі. Фирдаус, барлық нәрсені қамтыған жәннат бағы. Дарус сәлам, амандық есендік мекені. Жәннатул адн, тұрақты, мәңгілік жәннаты. Дарул мұқама, мәңгі қалатын жер. Әл мақамул әмин, сенімді мақам. Жәннаттың таңғажайып асыл мекен екендігі Құранда ап-айқын баяндалады. Иман келтіріп, ізгі істегендер қуандыр. Расында, олар үшін астарынан өзендер ағатын жәннаттар бар. Әрқашан оларға оның жемісінен бір ризық берілсе, олар осы бізге бұрында беріліп еді ғой деп айтады. Тағы соншасы беріледі. Әрі олар үшін тап-таза жұбайлар бар. Олар онда мәңгілік қалады. Жәннаттағы адамдардың қиялы жетпейтіндей өте әдемі де сүйкімді, қараған сайын көздің нұрын алатындай тартымды, өзге де нығметтердің бар екендігі мына бір хадистен білеміз. Аллах былай дейді: мен сәлих құлдарым үшін жәннатта ешбір көз көрмеген, бұрын соңды ешбір құлақ естімеген, ешбір адамның ойына кіріп шықпайтын кейбір нығметтер дайындадым. Бухари тафсир 32 сүре. Мүміндер үшін жәннаттағы ең үлкен нығмет Аллахтың разылығын алу және оның дидарын көру.
Тәуба сүресінің 72-ші аяты да осыны меңзейді. Аллахтың разылығы жәннаттың барлық нығметтерінің ең үлкені. Міне осы ең үлкен табыс, қол жеткізушілік.